шөл гүлін шөп еткен Шымкенттің әкімдігі жайындағы әгегәгімді көрмес бұрын арнаға жазыл лайк бас. Мал монологын бастайды. Миллиондар жұмсалған саябақтың сыйқы осы. Саябақ емес, саясор деген дұрысырақ болар. Ойнамаңыз, осыдан 4 жыл бұрын Тоқаевтың өзі ашқан. Астанадан келатыр. Арнайы. Ой, несіне қорғастан? Атқамінерлердің президент енді қайта айналып келмес деген бейғамдықпен жүргендей. Әйтпесе Гүлзарды осылайша жүнжітіп жіберуге бола ма? Қаншама қаражат бөлінген, қаншама миллиардтар бөлінген. Енді осы паркымыз қараусыз қалды. Бүкіл осы жердегі тұрғындар келіп демалатын жеріміз жалғыз осы жер ғана еді. Демалатын емес, осы көріністен кейін жынданатын жердің қураған гүлі мен талы қаракесектің кезектенге шабытын оятатын сияқты. Ата-аналар баласын жалғыз жіберуге жүрегі дауаламайды. Гүлзарды суаратын электр сорғының жалбыраған сымы қақпаныма кім түседі деп аңдып жатқандай. Бір тосын өледі мына жерде. Өйткені бұл жерде 220 насос тұрмайды мына жерде. Минимум 3 фазалы насос тұрады. Ал 3 фазалы насостың тұсындарын жатысы мынау. Әкімдік ұзыннан қойған саябақты тұрғындардың өзі ара гідік суаруға көшкен. Әдетте бәрін аңдайтын шенеуніктер бұл жағдайға келгенде іннен шықпай үнсіз жатыр. Куда смотрит акимат вообще? А? Тұрғындардың шуынан соң амалсыз әкімдіктің әудеуіне тура келді. Түк саспай ертең суарамыз деп бедірейіп тұр. Ертең толық суды қосатын боламыз. Алдағы уақытта осы жағдай бойынша біз кемшіліктер жібермейтін боламыз. Жоқтан бар жасамасақ та барымызды жоғалтпай оқыппен қарайық. Арнаға жазыл, пікір қалдыр. Малдың айтары алда.